أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatli musulmon qavmi, hurmatli jamoat. Alloh subhanahu va taolaga sansiz maqtovlar bo'lsin, payg'ambarimizga salovatlar bo'lsin. Bugungi o'sha suhbatimizning taqribi o din ya'ni jastlar haqida bo'ladi. Mana hozirgi tongda Қазақта сөз бар ғой. Qo'y üstüne boz sorg'a жұмыртқалаған zaman. Bunday zaman қазақ ummasında болмаған. Қазіргі таңда Аллаға шүкір, біздер осы ата-бабаларымыз аңсаған күнді біздер көріп жатырмыз. Біздің елімізде Алланың парыз еткен 40 парызы, пайғамбарымыздан жетіп келген мыңдаған сүннеттерді орындауға ешқандай бір кедергілер жоқ. Бәлкім осы біздер егемендік ел болмай тұрғанымызда Қазақ даласында мешіттердің саны 100-ге жетпеген еді. Қазіргі таңда Аллаға шүкір тауба 2700 мешіт жұмыс атқарып тұр. Оның үстінде 300 мешіт құрылыс үстінде. Алла қаласа таяуда 3 мың мешіт осы дінімізді насихаттайтын, өзіміздің дәстүрлі дінімізді, рухани байлығымызды, Расулалладан келе жатқан классикалық исламды жеткізетін осындай бір ұлы жерге айналады. Енді тақырыбымызға оралатын болсақ, дін және жастар. Осы Мысырда жүргенімізде, Египет, оның ішінде Астанасы Каир қаласында мешітке барғанымызда, ол жерде мешітке келетін жамағат жалпы 70-80%-ды мынау зейнетке шыққан кісілер, немесе зейнетке шығуға жақын қалған кісілер келеді мешітке. Жастар келеді 15%, 20% осындай екен араб мемлекеттерінде. Аллаға шүкір аман-есен абыроймен 2012-де бітіріп, аман-есен елге оралдық. Елде қазір қай ауданға бармайық, қай ауылда, қай қаланың мешітіне бармайық, ол жердегі 70-80% көрсеткішті араб мемлекеттерінде үлкен кісілер болса, біздің елде ол жастар. Орта буындағы ағаларымыз, үлкен ақсақалдарымыз мешітке келеді, бірақ 30%, 35%, 20% әртүрлі осындай. Негізгі көрсеткіші жастар көрсетіп жатыр. Бұл жастар дінге зейін қойып, Алланың бұйрығын орындауға, пайғамбарымыздың сүннетін орындауға ынтық болып жатқан жастар қуантады. Болашағымыз Құдай қаласа осы жастар болады деп, халық ағаларымыз қатты қуанып отыр. Балаларымыз темекі шекпейді, арақ ішпейді, олар наркотик деген нәрсеге қарсы деп, өте қатты дән риза болып жатыр үлкендеріміз. Осы жастар әрине бұл дін деген бұл Алланың бұйрығы, ол жақсы нәрсе. Адамның негізгі нені істеу керек, нені істемеу керек конституция ол Құран. Құран кітапта ол барлық нәрсе жазылып тұр. Бірақ бұл жастарды білім иелері, ғалымдар екінші нәрсеге теңеді, бұл жастарды суға теңеді. Су. Бізде қазақта тілсіз жау деп отпен суды айтады. Егер су өзінің арнымен аға алмаса, ол қасірет алып келеді. Бір жерде өрт шығатын болса, ол қарамайды ғой. Сол секілді мына жастар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан жеткен классикалық исламды түсіне алмай кетсе, оны өздерінің мойнына сіңіре алмаса, онда Алла сақтасын, мына араб мемлекеттерінде болып жатқан елеусіз көптеген осындай оқиғалар біздің елімізде болуы мүмкін. Құдай сақтасын. Қазақта сөз бар. Ауырып ем іздегенше ауырмайтын жолыңызда. Осы жастарымызды қарап отырса, жаңа қуантатын жағдай бар, бірақ оның аяқтың екінші жағы бар. Бұл жастарымыз дұрыс пайғамбарымыздың келген исламды олар түсіну керек. Осы елге оралдық, Аллаға шүкір абыроймен. Қазір көптеген достарымыз бар, шәкірттер бар, хабарласып байланысып, дәрістеріміз бар. Қарап отырсақ, бұл жастар дінге махаббат қойды, Құранды жақсы көреді, пайғамбарымыздың сүннетін жақсы көреді. Бірақ қазақта дін бұзар деген дүмшелер бар. Осындай дүмшелер жастарымызды 3 бағыт бойынша адастырып жатыр. Бірінші бағыттар. Дінді үйренейін, оны егжей-тегжейлі біліп алайыншы деген жастар жаңағы басқа ағымдардың өкілдері дейміз ба, ұстаз сымақтар, пайғамбарымыздың айтқандай әл-әлби талақи,
ұстаздың алдында отырып дәріс алмастан өз бетінше әрекет етіп ізденген ұстазсымақтар бұл жастарымызға бірінші адастырып жатқан бағыты дінмен жүресің ба, дәстүрмен жүресің ба деп екіге бөліп тастады. Әрине, кез келген көзі ашық, көкірегі ояу жастар дінге махаббат қойған кезде, әрине мен дінмен жүргім келеді дейді. Жаңа дәстүріңді айтпа дейді. Деп, жаңағы қазақта сөз бар, жаман оқушы болмайды, жаман оқытушы болады. Кім қалай оқытты, бала солай кете береді. Келіннің бетін кім бірінші ашса, ол ыстық көрмеді. Сол секілді кімді бірінші осы діни жақтан кім оған дәріс беріп, оған уағыз насихат айта алды, бала соған қатты ынтық болады, соның сөзі оған салмақты болады. Енді осы сөзді алып қарайтын болсақ, дінмен жүресің ба, дәстүрмен жүресің ба деген сөздің өзі дұрыс емес. Алла Тағала Құран кәрімде сендерді бір еркектен, бір әйелден жараттым. Яғни адам пайғамбармен Хауа анамыз айтып жатыр. Және сендерді түрлі ұлтқа бөліп тастадым. Ол біздің қазағымыз. Қазір кім өзің қазақ емеспін, біреулер араб болғысы келіп жатыр, ахи, ухти деп осындай сөздер қолданып жатыр. Бұл Құранға қарсы. Шыққанмен бір болады. Егер қазір өзің кім қазақ емеспін деп біз бөлінбеуіміз керек дейтін болса, Құранға қарсы шығу. Алла Тағала Құран кәрімде деп жатыр, сендерді түрлі ұлтқа, ұлысқа бөліп тастадым. Ұлыс деп жатқан ол біздің дәстүріміз. Әр ұлттың өзінің дәстүрі бар. Міне қазақты мойындамаймын, бұның дәстүрін мойындамаймын дейтін болса, Құранға қарсы шығып болып есептелінеді. Себебі әр ұлтты Алла Тағала өзі осында жаратқан. Не үшін десе, литаарафу байнакум. Олар бір-бірлерін танып, Алланың құдіретін көрулері үшін мен олар түрлі тілде, түрлі ұлтқа бөліп тастадым дейді. Демек, Алла Тағала бізді қазақ қылып жаратты, біз осы қазақ қылып кетеміз енді. Ешқашан біз араб бола алмаймыз, ешқашан басқа ұлттар қазақ бола алмайды. Сол үшін бұл бөлінгендік емес, осы тілді Алла Тағала бізге берді, қазақ тілінде сөйлеуді. Және осы қазақтың дәстүрінде Алла Тағала бізге берген жерінде осы Құран кәрімде біз көреміз. Бір айтылған кезде қалай айтылды, дінмен жүресің ба, дәстүрмен жүресің ба деп жастарды осындай шатыстырып жатыр, адастырып жатыр. Біз мына қазақ даласында ислам 6-шы ғасырдың соңында, 7-ші ғасырдың басында келді. Қазір мына Түркістан қаласы уақытында тарихта жібек жолы. Осы жібек жолына осы исламның негізгі туы Орта Азияда осы жерге бірінші егілді. Сол жерден бастап Орта Азияға ислам тарқай бастады. Біздің қазақ бабаларымыз, ата бабаларымыз исламды қабылдады. Кейбір мемлекеттердегі ұлттар секілді біздің ата бабамыз қарсыласқан жоқ. Біздің ата бабаларымызда бір тәңірдің бар екенін білген. Бірақ аталарымызға ол Алла деп айтатын ешкім болмаған. Бір тәңірдің бар екенін білген. Көк тәңірлік дейді деп жаратушыны білген біздің бабаларымыз. Мынау ислам діні осы арабтар алып келді. Қазір қожалар сол кісінің ұрпақтары ғой, арабтар. Сол арабтарға рахмет, осы жерге сонша мың шақырымнан дін үшін осы жерге келді солар, арабтар. Біздің ата-бабаларымызға да рахмет, сол арабтарды ренжітпестен, сөзге келместен олардың айтқан сөздерін қабылдаған үшін. Кейде мынандай жағымсыз сөздер естіп жатамыз, біз қазақ ата-бабаларымыз жаңағыдай осындай беріле салған деген сияқты, ол да өтірік. Тарихты көтеретін болсақ, сол арабтар келген кезде біздің қазақ бабаларымыз сұраған екен. Сендер кімсіңдер? Олар айтқан, біз арабпыз, осындай дін насихаттап жүрген осындай пайғамбарымыздың сахабаларымыз, табиғиндарымыз жалғастырушы деп жауап берген екен. Сөз біздің ата-бабаларымыз сұраған екен, сендердің діндеріңді кімдер қабылдап жатыр? Олар айтқан, біздің дінімізді көпшілік осындай жоқ жітік, әлеуметтік төмен. Көпшілік осындай адамдар қабылдайды дегенде біздің аталарымыз айтқан екен, онда жүре беріңіздер, жолдарыңыз болсын, біздің арамызда ондай адам жоқ. Егер біздің арамызда сондай сендер айтқандай кедей, кепшік, жоқ жітік болса, біз айтар едік, мына діндерін қабылдаңдар сендер. Демек қараса біздің ата-бабаларымыз өте бай болған. Бірақ екінші сұрақ қойған, сендер діндерің не нәрсеге шақырады? Арабтар айтқан, біздің дініміз Алланың бірлігіне шақырады, оған серік қоспауға. Ол туылмаған, туылмаған, оның теңдесі жоқ деп Алланың бірлігіне шақырған кезде біздің ата-бабаларымыз біздің тәңір деп жүргеніміз ол Алла екен ғой деп ислам дінін қабылдады. Осы ата-бабамыз исламды қабылдағаннан кейін дәстүрді екіге бөліп тастады. Дәстүрдің озығы бар, дәстүрдің тозығы бар деп екіге бөлінді. Озығы бар деп жатқан не? Озығы бар деп жатқаны ислам дінінде екі негіз бар. Екі негіз бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам тастап кеткен, біріншісі Құран, екіншісі сүннет. Осы екі негізге кез келген дәстүр қарама-қайшы келмесе ол орындала береді. Озығы бар деп осыны айтып жатыр. Мынау ислам келген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам арабтардың бүткіл үрдістерін жойып жүрген жоқ, дәстүрін жойып жүрген жоқ. Құранға пайғамбарымыздың сүннетіне қарама-қайшы келмеген үрдістер
сол жақтан келді, және ол жалғасын тауып әліге шейін келіп істеп жатыр арабтар. Неге? Себебі ол Құранға, хадиске не емес, қарсы келмейді. Сол секілді біздің ата бабамызды дәстүрді екіге бөліп тастады, озығы бар деп айтқан, Құранға, хадиске қарама қайшы келмесе, ол орындала береді. Соны дәстүрдің озығы деп айтқан. Дәстүрдің тозығы бар деп айтқан, Құранға, хадиске қарама қайшы келеді. Дұрыс емес. Аяттарға қарама қайшы келетін, пайғамбарымыздың айтқан сөзіне қарама қайшы келетін үрдістерді тозығы бар, тозып кеткен деп есептеді ата бабаларымыз, оны орындамауға шақырды. Оны насихаттамауға, бір-біріне оны жеткізбеуге аталарымыз осындай жұмыс атқарды. Аллаға шүкір тәуба, қазіргі күнімізде біздер мынау егемендік елдігімізді алдық. Біздің ата бабаларымыздың аңсаған күні осы күн. Аллаға шүкір тәуба, біз мың тірілген қазақпыз. Сонау жоңғар шапқыншылығы, одан кейінгі моңғол шапқыншылығы, мына орыс патшалығын бәрі тарихты көтеретін болсақ, біз қазақ мың тірілген халықпыз негізінде. Бірақ альхамдулилля, сол ата бабаларымыз өзі осы күнді көруге армандады, ұрпақтарымыз көрсе екен. Біз жете алмасақ та балаларымыз жетсе екен деп ата бабаларымыз осы күнге көп жұмыс атқарды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның жолы ұстанды. Пайғамбарымыз айтады, мұсылманның ең үлкен құралы ол дұғасы. Біздің ата бабаларымыз дұға жасады. Ұрпақтарымыз сол күнге жетсе екен. Мынау 70 жыл атеистік уақыт болған кезде де біздің ата бабаларымыз дінін сатқан жоқ. Намазын қаза еткен жоқ, оразасын бұзған жоқ. 70 жыл атеистік қанша осындай темірдей тәртіптің өзі уақытша болды, 70 жылдан кейін құлады. Осы құлағаннан кейін біздер осы егемендік елдігіміз алғаннан кейін біз қазақ халқы кімнің дінін ұстансақ екен, қай дін қандай екен деп ешкімге қызыққанымыз жоқ. Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан келе жатқан классикалық исламды біздің ата бабаларымыз бізге ауызекі жеткізіп тастады соның бәрін. Оны қалай жеткізді? Мына орыс патшалығының өзінде олар Алла дегендер атылып жатты. Намаз оқығандар халық жауы болып қамалып жатты. Ата бабамыз қалай жеткізді? Осы дінді, Құранды, сүннетті өзіміздің дәстүрмен ұштастыра білді. Үлкенді сыйлауды, кіші ізет етуді, қонақты қалай күту керек? Дәмге отырар алдын қолды жууды, дәмнен кейін қолды жууды, үлкен тұрған кезде кішілер сөйлемеу керек мәселесін бәрін дәстүрмен бізге жеткізіп тастады, қазақтың менталитетімен. Орыстардың өзі ойлап қалды, бұл дін емес, бұл қазақтың менталитеті деп ойлады солар. Бірақ соның астында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның көптеген хадистері тұр, әрбір мәселеде. Осы дін мен дәстүрді не істеді? Біздің бабаларымыз ұштастыра білген. Ауызекі тәжірибеде оны біздің сіңдіріп жіберді бойымызға. Енді міне осындай ай жарықта, Аллаға шүкір осындай егеменді ел болып, бүткіл есігіміз ашылды. Баяғы шаң басылып ұмытылған бәрін қайттан жаңартылу осындай уақытқа жеткен кезде бүйректен сирақ шығарып жатқан осындай сәттерімізде қазір ол жоқ емес. Жаңа айтқанымыздай, дінмен жүресің бе, дәстүрмен жүресің бе деп екіге бөліп көрсетіп жатыр. Қазір бізде дін десеңіз дәстүрді түсінесіз, дәстүр десеңіз дінді түсінесіз. Қазақтың кез келген бір дәстүрін алып қарасаңыз, ол діннен бар болып шығып жатыр. Не Құранда ол сол жайында бір мәселе бар, немесе пайғамбарымыздың хадисінде сол мәселе бар. Бірақ оны не деп жатыр? Жоқ, бұндай жоқ дінімізде, пайғамбар оны істеген ба, істемеген ба деп өздері осындай бір таразын жасап алды. Сөйтіп жастарды не істеп жатыр? Дінмен жүресің ба, дәстүрмен жүресің ба деп осындай азғырып, оларды бұзып жатқан жағдайларын біз көріп отырмыз, өкінішке орай. Жаңа жоғарыда айтқанымыздай, демек бұл жастарымыз біздің болашағымыз. Алладан біз перзент сұраймыз. Алладан біз салихалы ұрпақ сұраймыз. Ертең біз қабірге, ақыретке кеткен кезде біздің осы істеп жатқан жақсы ізгі амалымыз ол жалғасу керек. Осы таяуда ғана бір кісінің үйінде болдым. Ол кісі өте танымал қазақ даласында, үлкен ағаларымыздың бірі осы қазақ даласында еңбегін сіңіріп жүрген. 20 жастағы баласы, жалғыз баласы осы салафизм, уахабизм деген ағымға кіріп кеткен. Жалғыз баласы. Үйінде болдым, ол кісінің баласымен қарама-қарсы әкесімен отырдық. Тіпті шешесі ана баласының сондай ауыр сөздер айтқанынан ренжіп бөлмеден шалмады. Әкесін әке деп отқан жоқ, шешесін шеше деп отқан жоқ бала. Әкесін, шешесінің істеп жатқан жұмыстарын бәрі харам деп есептелінді ол бала үшін. Әкесі екеуі бір салада жұмыс істейді екен, баласы ол жұмыста харам деп бәрін тастап тастапты. Болды харам. Істеуге болмайды. Бұл ширк, бұл бидағат. Осы үш нәрсені жаттап алған. Харам, ширк, бидағат айнала береді. Не нәрсеңіз? Ол бидағат қой ол. Тағы бірден ол ширк, яғни кәпір ол. Осы нәрсені айналдырады. Әкесі жерде қатты күйініп отыр.
Мен айтыңызшы дейді, мен де осы саланы жұмыс атқарып жатырмын ғой дейді. Екеуміз бір салада жұмыс істейтінбіз. Демек мен де харам істеп жатырмын онда дейді. Үй алмаса мен тауып келген ақшамды үйде тамақ жеп отыр бұл дейді. Ол істесе харам болады екен де, мен істесем не адал бола ма не? Айтшы мына балама дейді. Ана баласы түсініп отқан жоқ ол нәрсені. Жоқ, харам ба харам. Все, мен ол жұмысты айтпа, мен оны істемеймін дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ешқашан бұндай дін алып келген жоқ бізге. Бұл асыл дініміз тек қана бір-бірімізге бауырмашылықты, ата мен баланың ортасындағы бір-бірінің құқықтарын қорғап алып келген дін еді негізінде. Бірақ қарап отырсақ, әке мен баланың ортасы айырылып жатыр. Ана әкесі шырылдап отыр. Мынау жалғыз тұяғым артында қалған. Мен бұны аялап өсірдім ғой дейді. Ертең мен қайтыс болсам, мына қолын жайып Құран оқымайды мынау дейді. Ертең мен ар жаққа кеткен кезде мына мені еске алмайды дейді. Соған әкесі күйіп жатыр. Өмірімді осы балама арнаған едім дейді. Өмірімді осы балама арнап, осы үшін мен көп жұмыстар атқардым дейді. Бірақ балам ер жетіп, міне енді қуанышқа ортақ болып жатқанымызды балам осындай нәрсеге алып келді дейді. Үйінде не жоқ, бір қуанышты мен көре алмадым. Не шешесінде, не әкесінде. Бұндай дінді Расулалла бізге ешқашан алып келген жоқ. Жаңа айтқанымыздай, демек дінмен жүресің ме, дәстүрмен жүресің ме деп баланы ата-анасынан алып қойып жатыр. Ол бала енді оған өзінің сол уағызын тыңдап жүрген ұстаз сымақтарының сөзі оған салмақты болып тұр. Тыңдама әкең, ол адасып кеткен, ол мүшрик ол десе, болды, соған сеніп жатыр ол. Мамаң орамал тақпайтын, намаз оқымайтын кәпір екен ғой десе, соған сеніп жатыр мынау. Баланы атасынан әжесінен алып қойды. Әжесінің атасының айтқан сөздері ол үшін менталитет болып есептелінеді, дәстүр болып есептелінеді. Ол Құран айтып жатқан жоқ саған. Ол баяғыдан сол шаманизмнен келе жатқан қазақтың бір қалып қойған бір сондай нәрселерді айтып жатыр саған деп, жаңағы баланы осындай есеп тастап жатыр. Баланы осындай дұрыс емес жаққа бұрып жатыр. Жаман айтпай жақсы жоқ. Егер біздің жастарымыз осы бағытты ұстанатын болса, және осы қарқындарын дамыта беретін болса, олардың балалар дейсің осындай болады. Олардың туылған балады осы жолды ұстанады, оның баласы да осындай болады. Демек, бірнеше жылдан кейін қарайтын болсақ, біздің осы өлкелерімізде мынау жағдай мүлдем басқаша болуы мүмкін. Өткенде батыс жақта болды, бауырлар айтып жатыр, әкесі баласын үйлендіріп, еншісін береді ғой бізде қазақта. Отауын тігіп, үй салып берген. Сол баласы кейін жүріп осындай ағымға салафизм, вахабизм деген измға кіріп кетті баласы. Сөйткенде әкесінің салып берген үйін бұзып тастаған. Үйін бұзып тастап, өзі төмен былай еңкейіп кіретін есігі бар, сондай бір үй соғып алыпты өзі. Іші сырты сыланбаған. Пайғамбарымыз бұнда евро-ремонт үйде тұрмаған Расулалла. Пайғамбарымыздың үйі іші сырты сыланбаған еді. Пайғамбарымыз мынандай кілемде жатпаған. Астында не болған? Андай шиеден, қамыстан жасалынған зат болған деп, осыдан 14 ғасырғы мәдениетті цивилизациядағы үйді соғып алған. Ғалымдар айтып жатыр, егер қазіргі таңда осы 21 ғасырда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам тірі болғанында пайғамбарымыз, адамдар қазір қандай жүріп жатыр? Пайғамбар домда тұрған болар еді дейді. Біздер домда тұрамыз ғой, осында қабатты үйлерде. Расулалла сондай үйде тұрған болар еді дейді. Мынау біздің ұстанып тұрған осы асыл дініміз, ислам діні. Біздің қазақ тілі әлемдік тіл болмаса да ұстанған дініміз әлемдік дін. Классикалық осы ислам діні ешқашан адамның ақыл санасына қарсы келмейді. Бұл заман талабына сай ислам кете береді осылай. Ғалымдар соны айтып жатыр. Егер Расулалла қазір тірі болғанда, сен сияқты осы заман талабына сай киінген болар еді Расулалла. Сен сияқты заман талабына сай үйде тұрған болар еді Расулалла. Сен сияқты заман талабына сай пайғамбарымыз осы күнделікті қолданып жатқан бұйымдарды қолданған болар еді Расулалла. Бірақ бауырларымыз қарап отырса, жоқ, пайғамбарымыз ондай істемеген, ондай істемеген, ондай үйде тұрмаған деп, жаңағы әкесінің салып берген үйін істеп тастады, бұзып тастады. Осы жол көбейетін болса, олардың саны көбейіп, олардың да балалар осындай жолды сана беретін болса, онда осындай жетістікті олар дамытпайды, керісінше олар арқаға тартады. Осыдан 14 ғасыр алдын қандай болған болса, олар сондай мәдениетке алып келіп жатыр. Айтатын сөздері де сол. Демек, осыдан көп сақтандыруымыз керек жастарымызды, біз балаларымызға айтып отырмыз керек. Мына пайғамбарымыз саллаллаху алейхи хадисі бар. Мынау дін. Барған сайын, мынау дін сендер бейтаныс халдерінде келгенде, сендерде бейтаныс халде кетеді дейді. Оның хадистің соның түсініктемесінде ғалымдар не дейді? Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам уақытындағы сахабалардың істеген мәселені одан кейінгі табиғында істей алмады дейді. Қанша әрекет істесеңіз.
Одан кейінгі атпаға табиғиндар келген кезде мыналар табиғиндардың істеген мәселені істей алмады. Енді біз келіп алып, ата-бабаларымыз адасқан екен, Абайың адасқан, Шәкәріміз шатасқан деп осылар ашық айтып жатыр. Біздің ата-бабаларымыз дұрыс емес жолда болған, мушриктер болған деп жатыр. Олар дінді түсінбеген, сауатсыз болған деп ашық айтып жатыр. Бірақ қарап отырсақ, сол ата-бабаларымыздың станып кеткен, істеп кеткен осы дін саласындағы мәселені біз мойындаймыз, оны істей алмай жатырмыз. Қазіргі таңда. Өзімізді, мысалы, мұхит асып, шетел асып оқып келдік. Бірақ біз бала кезімізде әкемді айтып отырады, нағашы әжем деп айтып отыратын. Ондай қазақтың даласында ондай адамдар өте көп болған. Мынау аққан суда теріс ағызады деген сөздер бар. Ана білімі соншалықты күшті, ағып атқан суда теріс ағызады деп осындай бала көзімізде көріп өстік. Бірақ қарайтын болса, қазір таңда қанша оқып келсе де ешкім оны істей алмай жатыр қазір. Мен әлі естіген жоқпын қазақ даласында қазір ағып атқан анау өзенді тоқтап тастайтын білімі сондай күшті екен. Мен ондай естіген жоқпын. Айтқым келгені. Демек қазір таңда біздің алдымыздағыларды да істей алмаймыз біз. Оны Расулалла ескертті бізге. Енді қазіргі таңдағы біздің дінді түсініп жатқанымыздай, шамамыз келгенше амал істеп жатқанымыздағыдай, бізден кейінгілер біз сияқты істей алмайды. Бұл барған сайын осылай әлсірейді. Демек жаңа айтқанымыздай, дінмен жүресің бе, дәстүрмен жүресің бе деп жастарды не істеп жатыр? Осындай ата-бабамыздан келе жатқан сөзді тыңдамауға шақырды. Бұлардың екінші ұстанған жолдары, енді бала әке-шешесін тыңдамайды, енді қайда келеді? Мешітке келеді. Мешітте білікті имамдар отыр. Мешітте оқып келген азаматтар, ұстаздар бар. Бұлар не деп жатыр? Сен намазға барда, намазда парызды оқып болғаннан кейін имамды тыңдама, ұстаздың уағызына қатыспа. Кет қал дейді. Неге? Жүрегіңе күмән, шубха салады дейді. Енді имам деген кім ол? Имам деген бұл пайғамбарымыз айтқанда әл-улама варасатул анбия. Бұл білім иелері, бұлар пайғамбарлардың мирасқорлары. Мирас. Пайғамбарлардың алтын күміс қалмайды дейді. Білім қалады. Имамдар мешітте екі ақ жерде уағыз айтады. Біреуі мехраб, имамдыққа шығып тұрған жер бар ғой, сол жерде уағыз айтады. Екіншісі минбарда, құтпада, жұма айт намазда құтпа оқитын жер бар ғой, сол жерде уағыз айтады. Осы екі жерде. Имамның үстіне киіп тұрған шапаны Расулалланың шапаны. Басындағы сәлдесі ол Расулалланың сәлдесі. Пайғамбарымыздың киімін киіп алған адам, пайғамбарымыздың мүбәрак орнында тұрған адам халыққа не айтуы мүмкін ол? Өле есек айтпайды, бұл жерде ғайбат сөйлемейді. Ана жерде тұрған пайғамбарымыздың орнында тұрған кезде мехрабта аяғың қалшылдап тұрады. Минбарда тұрған кезде аяғың кәдімгідей дірілдеп тұрасың. Ана жерде қай жерде тұрған өзін сезініп тұрасың сен. Бұлар олар не деп жатыр? Оны тыңдасаң жүрегіңе не салады дейді? Күмән салады дейді. Имамдардың айтатындары олар не дейді? Мазхабқа шақырады деп, дінмен жүресің бе, мазхабпен жүресің бе деп, енді баланы имамнан алып қойды. Жаңа дінмен жүресің бе, дәстүрмен жүресің бе, ата әжесінен алып қойды ғой. Енді бала мешітке келіп, оқып келген азамат екен ғой деп сөзін тыңдап, білімін жалғастырып, мынау немді көтерейінші деп, білім алайыншы деп келсе, оларға екінші ұстанған жолдары дінмен жүресің бе, мазхабпен жүресің бе деп баланы жаңа адастырды. Міне дін, міне Құран, сүннет мына жерде тұр, мына жерде мазхаб тұр дейтін. Міне мазхаб. Пайғамбарымыздың ешқандай хадисі жоқ. Сендер Абу Ханифа дегеннің мазхабында болыңдар, немесе имам Шафидің мазхабында болыңдар, Ахмадтың немесе имам Маликтің мазхабында болыңдар деген хадис жоқ. Деп жатыр, осыны ашық айтып жатыр. Дұрыс, ондай хадис жоқ. Ондай хадис жоқ. Мазхаб деген не ол? Мазхаб деген өзіңіздің білмеген нәрсеңізді барып сұрайсыз, ұстаз сізге жауап береді. Болды, сіз сомен қанағаттанасыз, сіздің мазхабыңыз сол болады. Мазхаб деген захаба деген етістіктен шығады. Захаба деген барып бірден сұрап қайтып келдің. Бірақ қарап отырсақ, имамдар немесе ұстаздардан бір сұрақ қояды, оны жауап берсе, оны қанағаттанбайды да сыртқа шығады да, біреу дарын ұстазына звондайды. Біреудің мазхабы дарын болып жатыр. Біреу Ділмұрат ұстазына звондайды. Оның мазхабы Ділмұрат. Біреудің ұстазы Уқтам бауырымызға звондайды. Оның мазхабы Уқтам. Мен айтамын да оларға. Бауырлар, біздің қазіргі таңдағы көзіміз көріп жүрген, бұндай тірі жүрген адамдар мазхаб ұстамасындар сендер. Сендер пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям мақтап кеткен 3 ғасырдағы адамдардың жолын ұстанып керек. Пайғамбарымыз айтады, мына дін толық кемелдікке толған кезеңі менің кезеңім. Суммаллазина ялунахум. Одан кейінгі келетін кезең. Суммаллазина ялунахум. Одан кейінгі келетін кезең, одан кейін дін бұзылады деді. Сол кезде сахабалар сұрады, я Расулалла, сол кезде дін бұзылатын болса, біз кімді ұстанайық? Дінді қалай үйренеміз? Пайғамбарымыз айтады, сендер не? Көпшілікпен бірге болыңдар. Бөлінбеңдер деді. Демек осы 3 ғасырда сәләфін солих,
алтын ғасыр деп осы 3 ғасырға айтылады. Алғашқы 300 жылдың іші. Пайғамбарымыз сахабалармен мына жерде тұр. Абу Ханифа рахимахуллах мына жерде тұр. Екінші 80-де ол кісі туылып, 150-де қайтыс болды ғой. Осы 200 жылдың ішінде жүргендер табиғиндар мына жерде. Одан кейінгі 3 имам Тахауилар мына жерде тұр, 3-ші ғасырда. Осы 3 ғасырда Расулалла мақтады. Дін толықтық кезеңде тұрған адамдар еді олар. Біздің ата-бабаларымыз өте көрегендігі соншалық, осылардың ішіндегі ғалымдар тастанды. Бұлар қазір қанша нәрсе айта берсін, бірақ иснаттарын оларға алып бара алмайды. Айтқан сөздер оған бармайды. Біздің кез келген айтқан сөзіңізді, Ханафи мазхабындағы кейбір әрбір іс амалдарыңызды қарасаңыз, осы 3 ғасырда өмір сүрген ғалымдарға барып тақалады. Ол деген сол Расулаллаға барады деген сөз.